Назарбаев туралы аспандағы күнімізсіз деп сөйлеген қыздар да бар. Қытайдың қанды түрмесінен тірі адам шықпайтын адамдарды жалданға турап өлтіретін. Өз тілінде сөйлей алмайды, өз тілінде оқи алмайды. Нұрқайыр бағамыз көлік әпен. Армысыз көрермен, бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы ақын, журналист, жыр аққу атанған мемлекеттік сыйлық лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Марфуға Айтқожина апай. Амансыз ба Марфуға апай, көңіл күйіңіз қалай, денсаулығыңыз қалай? Енді рахмет жағдайымды сұрап отырғаныңа. Денсаулық деген енді әртүрлі болып жатады, бірақ мен туған халқыма, оқырмандарыма керек адамым ғой. Сондықтан мүмкіндік болғанша өзімді сол дұрыс ұстауға күш саламын. Көп рахмет апа. Сіз енді өз заманыңызда талай тұлғамен аралас-құралас болған жандардың бірісіз. Енді сол заманда сізге ықылас білдірген, сіздің шығармашылығыңызды сүйген жандар жайлы айтып бере аласыз ба? Біз алғашқы кітабым менің Балғұрақ деген атпенен сол шықты. Бірақ мен іштей поэзияға үлкен дайындықпен келдім. Себебі бұрын мен шетелде жүрген кезде менің әкем Ғали өте білімді, оқымысты, өте көп оқыған адам болатын. Осы кітапты Қазақстаннан алғызып, балам Абай Құнанбаев Ибрахимді оқысам, сен өзіңнің өміріңе жол талғайсың деді. Себебі менің әдемі Метші Сафранов даусым бар болатын, мені жұрттың бәрі әнші болады деп ойлайтын. Бірақ әкем енді өзі әдебиет майданында өте көп оқыған адам болғаннан кейін, менің жалпы осы әдебиетке де құштарлығымның барын біліп, осы мінекей Қазақстаннан міне Абайдың кітабын алғызып берді маған. Мынау әкемнің қолтаңбасы, мынау шыққан кітаптың шыққан жылы бәрі алғызған. Осылай мінекей мына жақта арабша жазылып тұр. Шығаруға жауапты Б. Исабекұлы дейді. Сол кезде осы кітапты, Абайдың кітабын арабша жазылған бәрі де. Енді бұны Бисмиллахи-рахмани-рахим. Міне осылай басталады. 1855 жылғы бірінші жазған өлеңінен басталып тұр. Көңілім қайтты достан да, дұспаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Енді осылай бәрі жалғасып кете бер. Толғанып өлең жазып отырған кезі ғой. Мына жерде өзінің мінекей Абайдың Мағауия деген ұлы. Әкесіне қатты ұқсайды. Керемет ақылды болған ғой. Әкем Мәрпетай дейтін. Мәрпетай, сен осы Абайдың кітабын өзің оқып, толық оқы, қанық оқы, қайталап оқы. Сосын өзіңнің өміріңе жол таңдайсың деп. Содан кейін Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романдарын алғызып берді. Көптеген ақындардың кітабы болды біздің үйде. Елде жоқ кітап біздің үйде болды. Сонда кітап оқуға құмар
жігіттердің бәрі сол Құлжадағы бәрі біз үйге келіп, мен айтам, еш жеріне дақ түсірмеңдер, кітаптың бетін сындырмаңдар деп, өзім ешқандай осы 40 жылғы кітаптарым бүгінгі шыққан сияқты жап-жаңа қалпында тұрады. Кітапқа деген ерекше менің құштарлығым, құрметім, ол енді мен оны айтып жеткізе алмаймын. Ең алғаш сол мен келгенімде өзім Қазақстанның оқып жүрген ақын жазушыларын көрсем екен, солардың ортасына барсам екен, маған қандай жұмыс берсе де талғамайын, тек сол ақын жазушылардың ортасында болсам деп соны армандадым. Келгеннен кейін кетерде әкем айтты, Қазақстанда атақты ақындар көп, солардың арасында Ғали Орманов деген ақын бар. Ол кісі мені жақсы біледі. Менен сәлем айтарсың деп. Мен туған жерге жете алмай қалсам, менен сәлем айтарсың деп әкем соны айтты. Сонда бүкіл осы тағдырдың алапат сұм, қайғылы қасіретті заманның сол үлкен дауылынан осы елден адамдар сыртқа кетті ғой. Туған ел жерін қимаса да амалсыз. Сонда әкем түрмеден қашып, орыстың қанды түрмесінен қашып, Қора деген Жетісу өлкесінде үлкен тау бар, Қора тауы. Сол Қора тауда тығылып жатқан. Сонан кейін өзінің бір асырап алған інісінің әйелі шектен шыққан белсенді болады, оны ешкім білмейді. Ол сол ана КГБ-ға жұмыс істейтін адам екен. Соны айтады, Ғали Айтқожин түрмеден қашып келіп, Қора тауында тығылып жатыр деп. Сонда әкем марқұм ұстайды ғой. Ұстаған кезде әкем сол ұстар алдында тамақ апарып беріп жүрген әкемнің Айтқожаның туған бауырының баласы Ахмет деген аға сол әкеме тамақ апарып беріп жүреді екен. Ол кісі оқыған, орысша, арабша оқыған адам. Сосын айтады, маған ең болмаса үйден балаларымның, анамның аты би Фатима, Бәтима деп кеткен. Бәтикенің үйдегі суреттері әкеп бер маған, алып кетейін дейді. Бірақ сонда Гүлмәнуар деген Мәнетай дейді екен өздері. Асқан сұлу қызы болады. Сосын Төре Тұрсын деген ұлы. Мәнетай 6,5 жаста мектепке барып оқып жүрген. Ал енді Төре Тұрсын бар болғаны 5 жаста, соның өзінде басында найман тұмақ, үстінде қазіргі заманның дубленкасы сияқты қасқырдың терісінен сыртына қаратып, терісі іш жақта анам асқан шебер адам болған. Сол киген ішігі бар, кітапты қолына бүйтіп басып тұр.
Сонда мен бала, 5 жастағы бала мектепке барады екен. Мінекей. Сонда енді солардың суретін әкем қойнына тығып алып кетеді. Сонда мен осылай осы жаққа, енді мен тірі болам ба, өлі болам ба белгісіз. Ал енді сен барарсың ғой, Ғали ағаңа сәлем айт менен деді. Сонда олар армандап аузынан ақ май ағып, былай енді жағдайлары дұрыс болып, жақсы болып жүргеннің өзінде де туған елдің бір уыс топырағы бұйырып бөлісіп, арманымыз жоқ деп ылғи соны айтатын. Әкем қайтыс болған кезде мен Мәскеуде оқып жүрген кезім Алматыға ұшып келіп, Алматыдан мына тұрған Талдықорғанның ар жағында 60 шақырым жердегі Абай атындағы колхозға жете алмай қалдым. Біз көшіп келгенде сол жерге сол бір шопанның үйіне Абай колхозына орналастырды. Колхоздың басшысы Тушкенов деген кісі болатын. Өте сондай қайратты, өте ішкер адам еді, соғысқа қатысқан, бір қолы шолақ, соған қарамай бүкіл нәрсенің бәрін ұйымдастырып жүретін. Сонда мен сол әкемді жерлеуге бара алмадым. Мынау қайғы қасірет деген жаман ғой. Алматыға келгенде мен аяғымнан қозғала алмай, белімнен шойырып қозғала алмай жатып қалдым. Алматыда мені апаратын ешкім жоқ. Сонан кейін әкемнің басына кейін барғанда сол бір уыс топырақ деген өлең жазылды. Қаншама артық болса да басқа қала, жетер ме өз туған жер тас қораға, алып жүрсең құс болып сағынышың, құшақтай ма жастасын, жастана ма, әлдодан өрім өмір бастала ма, әлдоған сырлы ыстық жастама ма, әлдодан көтере ме алғаш рет, шырылдап жатқаныңда асқа ғана, әлдодан сарқып барып, бар өмірін бір уыс топырағын жастана ма деген. Мінекей, сол қабір басында сол өлең, әкемнің қабірін құшақтап жатып, сол өлең жазылды. Сонан кейін қаншама сол шеткен туған жеріне жете алмай жүрген адамдардың қасіреті туралы, туған жер мен туған ел туралы менің өлеңдерім, поэмаларым өте көп. Сөйтіп ағыл-тегіл өлеңдер ағылды ғой. Мінекей айнала. Енді мені қарсы алғанда Қазақстанның керемет ақындары сол маған кітаптарыма алғыс сөздер жазып, газеттерге сәт сапарлар жазып, керемет мені қарсы алды. Сонда солардың ішінде мына Мұхамеджан Қаратаев, Әбділда Тәжбаев, Сафуан Шаймерденов, сосын мені қазақ әдебиетіне сол кіші редактор етіп бөлімге, әдебиет бөлімін алып келген Отан соғысының қайраткері, енді соғыстың мүгедегі Жұмағали Сайын деген ағамыз ерекше, өзі ақын кісі ғой. Менің өлеңдерімді жақсы құмартып оқып жүріп, сол
кейін қазақ әдебиетіне алып келді. Одан басқа мінекей Әбдеш Тажбаев, Сырбай Мәуленов, осы қазақтың бет ұстайтын ақындарының бәрі маған қолдау көрсетті. Бәрі сол мен туралы жазды, сәт сапарға жазды, газеттерге жазды. Сол келгеннен кейін мен өзім ақын жазушылардың ортасында болуды армандаған адам. Мен ол кезде мемлекеттік баспа дейтін баспа болды. Сол баспада Мұхамеджан Қаратаев баспаның бастығы, Тайыр Жароков бас редакторы, сонан кейін поэзия бөлімінің бастығы Ғафу Қайырбеков ағамыз. Сол бөлімде Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Жұмекен Нәжмиден, басқа да көптеген талантты ақындардың бәрі сол бөлмеде болды. Мен соған қуандым. Солардың өлең жырларын оқып құмартып жүрген адам солардың ортасына келгеніме. Сонан халық қаһарманы Қасым Қайсенов ағамыз, Батыр Қасым маған жазған естеліктерін маған алып келетін. Аға, неге машинисткалар бар ғой, соларға неге бермейсіз дегенде, сен өте қатесіз басады екенсің машинканы. Сен басып бер деп. Сонда мен Қасым ағамыздың көптеген соғыс туралы естеліктері өзінің, соны мен басып шығып Қасым ағамыздың ерлігі менен, оғысының өмірі мен тарихы менен толық таныстым. Сонда кейін бір рет неге барған кезде, Украинаға барған кезде Қасым ағамыз мен ертіп барды. Басқа ақындар, қазақтың мықты ақындары көп қой аға, соларды етпедіңіз ба, неге мені етіп келдіңіз дегенде ештеңе айтқан жоқ. Сен барасың деді. Сонан Украина халқы керемет қарсы алды. Сонда беліне мен көптеген өлең жазып қайттым. Менің бір әдетім, барған жерден мен өлең, поэма жазып қайтатығым. Әлгі ас ішіп, аяқ босатып емес, мен сол өлеңге деген сұмдық құштарлық мендегі ылғи топ-топ өлең жазып қайтатығым. Сондықтан менің әлгі еңбек адамдары туралы, батырлар туралы, қарапайым адамдар туралы, басқа да осы көптеген отан соғысының қайраткерлері туралы көп шығармаларының болғаны содан деп ойлаймын. Ал енді сол дәрге беліне ел намысын түйген Қасым, жауына жаяуындай тиген Қасым, ел үшін көрсеткен ерлігіне Карпаттың тау басын иген Қасым деген осылай басталатын үлкен өлеңдерменен толып жатқан нәрселерді жазып қайттым. Міне халқам, ал енді біздің ана ең алғаш соны қарсы алғанда жаңағы ағаларымыздың бәрі Ғафу Қайырбеков мен туралы өте көп дүниелер, естеліктер жазып бәрі солай болды. Ал енді Тұманбай Молдағалиевпен біз ол көп әзілдейтін маған. Мен де оған әзілмен жауап қайтарып отыратығымын. Бірде менің кешім болып жатқанда Тұманбай Молдағалиев алдымен Шарбана Құмарова деген
жазушы әйел, сол менің қатарым, соның кешіне барып, содан шығып маған келіпті. Сол кешке біздің атақты ғарышкер батырымыз Тоқтар Әубәкіров қатынасып отырған. Ол как раз тонбай келгенде сол сөз сөйлеп сахнаға шығып, мені бауырына қысып басып, құшақтап тұр екен. Тұманбай сол кешті сөйлеген сөзінде маған: сені Тоқтар Әубәкіровтың құшағына кіріп кетіпсің ғой деді. Сен керемет өлең жазсаң да ондай батылдық сенде жоқ қой дедім. Тоқтар Әубәкіров батыр адам ғой, батыл адам. Сондықтан ол мені сен құшақтағың келсе де мені құшақтай алған жоқсың деп әзілдеп жауап бердім. Осындай бір керемет сондай ақын жазушыларменен қарым-қатынасымыз болатын. Марфуға әже, сізді Фариза Оңғарсынова бірде көргенде айтыпты, Марфуға Айтқожинаны көрсем, әдебиетте дара жолын қалыптастырған әйел бейнесін көрем деп. Өзіңіздің естелігіңізді айта кетсеңіз осы кезде Фариза Оңғарсынова жайлы. Қазақтың өзі ақын халық деп айттым ғой. Ақын қыздарымыз шүкіршілік бар болды. Күләш Ахметова, Фариза Оңғарсынова, Ағыштап Бақтыгереева, басқа да өте талантты ақын қыздарымыз біздің қазақта баршылық. Ал енді Фаризаның бұл туралы естімегем, бірақ біз жақсы араласып жүрдік. Үлкен жиын терімдерде, съездерде, басқа ақындардың, жазушылардың юбилейі болған кездерде ылғи бірге барып, сол сөйтіп араласып жүрдік. Енді ол өзі жөні бөлек ақын ғой. Фаризаның туған жеріне Атырауға кездесуге шақырды. Сонда көптеген ақындардың өлеңдері, нелері, суреттері ілулі тұр екен. Мен ойладым, осындай Махамбет сияқты батыр адамның, Фаризаның ескерткіші де, ана ұшқыш батырдың ескерткіші де сонда керемет жасап қойған. Енді біз Фаризаменен араласып, сырласып жүрдік. Енді кейде өлеңдерімізді оқып бір-бірімізге, мәке қандай туындылар бар дейді. Сонда мен айтам, мынандай дастан жаздым, мынандай поэма жаздым, мынадай өлеңдер жаздым деп, сол мен оқып беретұғын, ал өзің жазған нәрселеріңді оқышы дегенде, ол дағыл тегіл болып өзінің жырларын оқитын. Енді мен шынын айтсам, солардың бәрін сағынам. Біз бір-бірімізге, мен өз басым бірде-бір ақын қызды ол әлгі күндеп, немесе бәсеке таласып олармен еш уақытта менде ондай пиғыл болған жоқ. Бәрінің өлең жырларын оқып, өздерінде сондай адал, шынайы ниетімменен қарым-қатынас жасадым. Ал енді басқа жұрттың ойында, көңілінде не бар, мен оны білмеймін ғой. Енді өткенде Күләш Ахметова апайымыз дүние салды. Осы Күләш апаймен араластыңыз ба, сол жайлы айта кетсеңіз? Күләш Ахметова өз алдына бір тебе, ол көбіне Жамбылда тұрды. Өзінің туған жерінде, елінің ішінде болды. Алматыға жиын терін нелер кезінде Алматыға келетін.
Оның енді өзі де күйеуі де ақын жігіт қой. Екі ақынның басы қосылған жерде әрине жақсы жырлар тумауға хақлары жоқ. Олар алдымен бір-біріне оқиды, содан кейін жариялайды дегендей. Сол өзі ақындардың ішінде сол ақын жігітке тұрмысқа шыққан Күләш. Мұның өзі де бір ерекшелік. Күләшті мен көргенде сағынысып көреміз. Жақсы өзіміз көңіл күйлерімізді айтып, сол әңгімелесіп қаламыз. Сонда мен бір нәрсеге қайран болатынмын. Күләш Ахметова өзінің жерінде тұрды. Ол көбіне сол үлкен жиын теріндерде мына Мырзатай Жолдасбеков ағамызбенен, ол енді өзі жазушы ғой, үлкен. Бір жағында сол Мырзатай ағамыздың жұбайы Мәриям, бір жағында, оң жағында Мырзатай аға, сол екеуінің құшақтасып, екеуінің қолтығынан алып келе жатқанда, ағасы бардың жағасы бар деген мынау, ағасы бар қандай жақсы деп өзім іштей ойлайтұғымын. Енді өзіңіз балалық шағында ашаршылық жайлы, аштық жайлы көп естідім дедіңіз. Сол жайлы айта кетсеңіз. Мен енді сол бағана айтып кеттім ғой, Қоратауынан әкем Қытай асып кеткен. Мен сол шетелде туылдым. Аштықты, іштемені мен көрген жоқпын. Бірақ осында келгеннен кейін ана ақын жазушылардың кітаптарын көп оқып, солардың жазғанынан да қала берді. Осында сол өзім ашаршылықты көрген, соғысты көрген, сол күйеулерін, сүйген жігіттерін соғысқа аттандырып, сонда осында қатты жұмыс істеп, барлық азап-тозаптың бәріне көніп жүрген қазақ әйелдеріменен көп кездестім. Көп кездесіп, олардан көп нәрсені сұрап, сонда мен көп нәрсе жаздым. Соның ішінде мысалы Толық деген бір үлкен балладан бар. Сонда сүйген жігіті соғысқа аттанарда Толық сыйлапты. Егер сен мені шын жақсы көретінің рас болса, шын сүйсем, осы Толықты мен аман-есен оралғанша сақтайсың деп. Бірақ ол соғыста қайтыс болып кеткен. Сол қасіретін айтқанда бүкіл қазақ әйелдерінің басындағы күйеулерінен айырылған, ол ашаршылықты көрген, олар бәрін көрген. Сондықтан мен осы Ақ жеңеше деген өлең, соның кейін басқа да өте көп ана туралы толғау дейтін, ана болсаң, ана жанын ұғарсың, алдыңдағы ол бір биік құзаршым, балам үшін көкірек керем мақтанып, балам үшін биіктен де құларсың деп, аналардың қандай баласы үшін жанын қиятынын, сол үлкен поэма ол аналар туралы үлкен. Сол осылай басталады өзі.
сол көп жаздым. Сонда кейін өзімнің де анам ерте қайтыс болып, енді ашаршылығын да бәрін көрген, кейінгі қыспақ әкем түрмеде болып, анам көре алмаған, келе алмаған, бірақ әкемді түрмеден қашып шығуына себеп болған анам. Ол кісі өте тек қана сұлулық, шеберлік емес, асқан ақыл адам болған. Сонда әкеме күні бұрын бір сол жанашыр адамдар болады ғой. Қанша оларды КПТУ-ның солдаттары айдап әкетіп бара жатса да, ретін тауып, Бәртжан жеңешем келді. Ертең кездесесің дейді. Сонда бәрін сол шықпыртып айдап әкетіп бара жатқанда, әкем ақырын орнында отырып қалып қояды. Сонда апам келіп, өзінің бешпетінің үстіне жаба салады. Әйелдің шапаны сөйтіп, әкемді алып кетіп, пойызға отырып, олар сол сөйтіп аман қалады. Әкем енді өзі асқан жазатын адам, өзіне документ жасап алып, аман-есен өтіп кетеді тексеруден. Сөйтіп Қоратауына апарып, бірақ орналастырады ғой. Мінекей. Енді мен ашаршылықты көрмесем де, сол әлгі ашаршылық туралы қаншама адамдар керемет дүниелер жазды. Солардың бәрін оқып, сондай. Ал енді соғыс туралы мен бұл соғысты да көрген жоқпын, бірақ соғыс кезінде әкем осы жаққа мал жіберіп, атақты бір облыстың әкімі болып тұрған адам, Самарқанд деген қыз бар еді. Самарқанның, Алла мені кешірсін, аты аузыма түспей отыр. Ол кісі бүкіл жылқы, қой, сиыр, түйе, бүкіл малды шекара арқылы әкем көмектескен, соның бәрін өткізуге осындай жағдай болған. Сонда кейін о жақта да мына кейін әкем түрмеден шыққанда, түрмеден өлмей аман-есен шықты. Бірақ Қытайдың қанды түрмесінің тирадан шықпайтын адамдарды жалдыға турап өлтіретін. Сол қанды түрмеден аман-есен шығуына орыстың, дұңғанның, өзбектің, ұйғырдың, білікті, білімді, бай адамдары сол жаңағы қанды түрмені сол бай адамдар ақша төгіп ұстап отырады ғой. Сонда әкемді түрмеге қамаған кезде Қытайлар бұл 41-ші жылы қамады әкемді. Сонда мен кішкентаймын, біз ауылда тұрамыз. Ақсу өзенінің жағасынан, әкем Ақсу өзені ары қарай Қытайға да ағады. Ал таудың бер жағынан Талдықорған облысына да Ақсу өзені, оны өзің жақсы білесің, ағып жатады. Сол жерге ағаш мектеп салып, өзіне ағаш үй салады.
ағаш мектепте менің үлкен ағам Чаяхмет деген мұғалім болып істейді. Оның ашаршылықтан аман қалғаны сол басқа балалар кішкентай сыртқа шығармайды. Ол далаға барып ана қардың астында жатқан егін еккен жерді тырналап ашып жүріп бір тал болса да дән тауып алып аузына салып жейді екен ғой. Қарды тырналап жүріп, қолының басының бәрі бүйтіп бүкірейіп қалған. Мен айтам ғой, Чаяхмет ағамына неге қолыңыздың бәрі бүкір дегенде, ой Мәлпет-ай, біздің көрмегеніміз жоқ қой. Менің аштан өлмей қалған себебім сол, әйтеуір сол кішкентай жол 7-8 жасымда сыртқа шығып, ол кезде мына апамыз иіруге алып кеткен, біз балалар үйде аштан өліп қалды. Мен сол әкемнің сол шешесі тірі қартайған адам, бірақ сол кісінің қасында болам да, сосын ол кісі мені ақырында жетектеп ешкімге көрінбей сол қардың астында жатқан егін еккен жерге апарат, мен тырналап отырып қарын сонда дәндерді тауып жеп, содан мен аштан өлмей қалдым. Мына қолдың бүкірейгені бәрі сол ұшып кеткен деп, мінекей. Абайдың ұрпақтары сол оңтүстікке қашып кеткен ғой, күйеуі атақты журналист болған. Енді ағамыздың аты есіме түсіп отырған жоқ. Сәмиға деген әйелі қара торықшы болатын, тоқжан. Абай ұрпақтары текті адамның кездесуге барғанда маған өте көп әңгімелер айтатын. Бірге жүріп бүкіл өте беделді кісі болды. Ол сол облыста басқарып отырды. Сонда көп нелер айтатын маған соғыс туралы. Енді оның ана Қарагөз, Ботагөз деген екі сұлу қызы болды, Асқан сұлу. Сонан кейін өзінің Тайлақ деген жалғыз ұлы болды. Көре алмаған адамдар анау Тайлақты, ол архитектор. Үй салады, не қылады. Сол өзі ана ненің ішінде ұйықтап жатқан жерде өртеп жібереді көре алмайтын адамдар. Міне ағамыздың аты Жахан. Жахан ағамыз сол баланың дертінен өліп кетеді. Сәмиға апамыз мүгедек болып қалады. Екі қызы Шымкентте оқуға келіп, сол оқу бітірді. Біреуі дәрігер, біреуі мамандағы кім болған білмеймін. Кейін мен олармен араласа алмай кеттім. 50-ге келгенде бүкіл шашым әппақ, осылай әппақ болып кетті. Ол кезде шашым сұмдық қалың. Сонда маған айтатын, шашыңды неге бояп алмайсың? Өзің жақсың ғой, шашың бәрі әппақ деп. Сонда айтатығым мен, таңырқама, ақ шашыма қарама. Бәрібір мен боямаймын қараға, тау басында жатқан сынды ақшақар, әппақ қырау, жараспай ма анаға. Анашымды жапқан кезде тас қабір, 20-да түскен қырау шаш қабыл. Содан бері өтті өмір ақты су, кездестірдім жандарды да тас бауыр. Осылай кете береді. Менің ақтаздар туралы өлеңдерім өте көп. Бұл шетелге Лотос журналына 5 тілде, француз тілі, араб тілі, ағылшын тілі, тағы да қайсы тілдер, көп тілдерге аударылып кеткен өлеңдер.
Кезінде енді апа сіз Қонаевтың да көзін көрген екенсіз. Бибігүл апамызға Дінмұхамед Қонаев ешкімді жамандама деп ақыл айтыпты. Сіздің есіңізде қалған Қонаев қандай? Димаш Ахметұлы Қонаев ағамыз тұғырлы тұлға ғой. О кісінің өзі бойы қандай биік болса, еңсесі биік. Елге деген қадір қасиеті ол кісінің. Енді теңеп айтқанда аспан тіреп тұратын. Ол кісі Москвада мені сол оқып жүрген кезімде, әдеби курста оқып жүрген кезімде, біраз шетелге елші болып баратын, біраз жастарды қабылдады, мені де қабылдады. Сонда қарағым, сенің өлеңдеріңді оқып жүрем, өлеңдерің көкейге қонымды, мен сенің өлеңдеріңді қызығып оқимын деді. Осы бетіңнен танба, сенің болашағың зор ақынсың деп. Сөйтіп, енді бір сонда профсоюздың бір үлкен жиын болып жатқан Мәскеуде. Жиын біткеннен кейін аманшылық болса, мен өзімді қабылдап кеңінен әңгімелесеміз. Мұқтаж жағдайларың болса, маған айтасың сонда деп. Басыңда үй бар ма, жоқ па, бәрін айтасың маған деп. Мен рахмет аға кездескенше деп, сол арқамнан бүйтіп сыйпап көріскенше қалқам деп, менің артымнан мен шығып кеттім. Енді басқа да күтіп тұрған адамдар бар. Ана Дүйсетай марқұм өзінің көмекшісі. Кейін сол бастарына күн туған кезде Дүйсетайда түрмеде болды, түрмеден шығысымен қайтыс болып кетті ғой. Оған тірі жүрмейтін жағдай жасап шығарды ғой түрмеден. Қонаев ағамыз атамыз ғой көбіміздің. Тұғырлы тұлға деп айттым. Кейінгі кезде ол кісінің басына көп қиындық туды ғой. Көп қиындық туды. Соның өзінде де ол кісі еңсесін түсірген жоқ. Тіпті мен естуімше, ол кісі өзі денелі бойы биік адам, өзінің жекеменшік көлігі де болмаған. Сонда ана немересінің баласының енді кішкентай машинесіне отырғанда сыймайды екен. Соны естігенде менің қатты қайран болдым. Бірақ ешкімге жауап жасамаған. Кейін Нұрғаділов ағамыз ол кісіге өзі дұрыс отыра алатын көлік әперіпті деп естідім. Қазақ халқынан айналайын, ол кісінің қадір қасиетін бәрін біліп, сол құрмет тұтып басына барып, гүлдерін апарып, сондай құрметтеп жатқанына мен халқыма ризамын. Қазақ халқы қай заманда болса да дұспанына төтеп берген ғой. Атқа мінетін батырлары бәрі тіпті жау қолынан қаза тауып кеткенде, тіпті кішкентай жас балаларының өзі 1000 балаға тақты. Қалмақтарға шабуыл жасап, елін жерін, тоқымдай жерін
жауға бермей аман есен сақтап қалған. Ал енді кейде мына біз өте бір іргелі үлкен алпауыт елдермен көрші болып отырмыз ғой. Мен сол туралы көп ойлап қайғырам. Қазақтың көп жерлері кетіп қалды. Осы қазір біз отырған үйдің мына жағыда тау, мына жағыда тау керемет болатын. Қазір енді сол жерлерге, сол мына үйдің арт жағындағы тау бұрын қалың алма ағашы болатын. Сол алма ағашты бәрін қырып тастап, сол жерге сол енді біздің ана шығыс жақтағы көршілеріміз сұмдық үйлер салып жатыр деген естім. Мен енді өзім шыға алмаймын, бара алмаймын, мен көре алмаймын ғой. Анау біздің Рахман қайнары да солардың меншігіне өтіп кетті. Қолдарында. Ол қандай керемет жер еді. Рахман қайнары кезінде бір самолетпенен ұшып барып, сол жерде сол қайнардан су ішіп, қасиетті суынан көлді көріп, сөйтіп қайтқан адамын. Мен көп нәрсені көрдім, көп нәрсені жүрегіме тидім. Енді шамам келгенше жаздым. Жаза алмаған нәрселерім өзіммен бірге. Мен әне күні бір өлең жазып едім. Соны қайда қойғанымды таба алмай қалдым. Сонда мен айтам, мен қара жерге кіргенде де денем менің өлең болып кіреді деп. Өкінішке орай, біз ол істен мен көп нәрсені сұрай алмадым. Қайтыс болып кетті. Енді өмірде көп өкініш болады ғой. Сонда Қонай баламызбенен кейін оғысының мен шақыруына бара алмадым. Оғыстан шыққаннан кейін маған біз Москвада бірге оқуға бірге беткенбіз. Қазақтың қазір енді қайтыс болып кетті ғой. Классик жазушы Сайын Мұратбеков екеуміз. Ол Ғали Ормановтың ауылынан, олар Қоңырда тұрады, біз мына жақта сол көшкен талда тұрамыз. Сабай колхозында арамызда атпенен түсіп, жаяу қатынасып, сөйтіп әңгімелесіп жүретінбіз. Оқуға кеткенде де біз Сайын екеуміз бірге кеттік Мәскеуге. Сол оқығанда, сол менің мына жағымда Сайын отырады, одан кейін мен отырам. Содан кейін мен орысша кітабымды көп аударған Татьяна Кузевлева деген сол Москваның үлкен ақыны, керемет сұлу қыз. Сол отырады. Содан кейін қырғыздың ақын жігіті Жолон сол отыратын, бір партада отыратынбыз. Біздің артымызда орыстың ақын жігіттері отырады. Болгариядан келген, атын ұмытып қалдым. Ол менің оң жағымда, арт жақта отырады. Сонда менің шашым өте ұзын, қалың. Артымнан менің шашымды ұстап, осы жігіттер менің шашымды ұстап отыратын. Енді өмір деген. Сонда мен көп өлеңдер жаздым. Біздің Переделкинадан, Переделкина деймін, сол Москвада оқып жүргенде Татьяна
Кужевлева, күйеуі де Владимир Шавелев, жазушылар одағындағы сол Москвадағы жұмыс істейді. Ол да аудармашы, үлкен ақын, көп адамдарменен қарым қатынас жасап отырады. Бүкіл қазақ ақындарын, басқа республика ақындарының бәрін көбін аударады ғой. Сонда бір күні Татьяна айтты: Марфуға, Шыңғыс Айтматов Переделкинада кездесіп жатыр. Бізде Переделкинада мен жерден оқуға келіп жүрмін ғой. Сол сен туралы айтып ек, мен ол кісінің жырларын жақсы оқимын, мүмкіндік болса бізді кездестірші деп айтты. Мен кездесуге ол кісіге айтып, ертең сені Переделкинаға етіп барам, Шыңғыс Айтматовпен кездесесің деді. Сөйтіп, Шыңғыс Айтматов ағамыз басында үлкен бөркі бар. Сол қыстық киіммен, мен де қыстық киімменен сол Переделкинада жолдың үстінде келе жатып, көп әңгімелестік. Сонда мен айттым: аға, сіздің шығармаларыңызды, біз пьесаларыңызды сахнада қойып, мен соны көрдім, бірақ сіздің кітабыңыз менің қолыма тимеді дедім. Мен саған кейін Алматыға кітап жіберемін. Саған адресіңді берсем, кітапты жігіттерге айтам, саған салып жібереді деді. Ал енді ол Шыңғыс ағамыздың маған салған қолы, кітабы менің қолыма тимеді. Мен енді ол кісіден телефонын сұрауға мен ұялдым. Енді Шыңғыс кім ол кезде, мен кім, жер менен көктей. Сондықтан мен сіздің кітабыңызды алғам жоқ, кітабыңыз маған тимеді деп мен айта алмадым. Ол кітап менің қолыма тимеді. Қаламыңызға саясатты да арқау еттіңіз. Кезінде президентіміз Назарбаев елорданы Астанаға көшіремін дегенде Алматыда отырып Аңсау деген поэма жаздыңыз. Қазір Назарбаевқа қатысты желіде оның заманында қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған кез еді деген пікірлер бар. Жақтамайтындар да жетерлік. Осы шығармаңызға бүгінгі күн тұрғысынан баға беріп көріңізші. Енді Нұрсұлтан Назарбаев туралы сіз мақтап көп жаздыңыз дейді. Жалғыз мен емес, кезінде көп ақындар өлең жазған ол кісі туралы. Ол кісі туралы бір кездесуінде керемет аспандағы күніміз сіз деп сөйлеген қыздар да бар. Оның енді мен аты жөндерін айтпай қажеті жоқ. Бірақ кезінде біздің елімізді Қазақстан Республикасын, Қазақтың Республикасын шырт-шырғасын шығармай жақсы ұстап отырды ғой. Ақын жазушыларға да, өнер адамдарына қатты көмектесті. Тіпті Алматыдан Астанаға шақырып алып, үй беріп, тіпті Майрам Мұхамед қызын Парижға да жіберді. Сондықтан ол өнер адамына, Майраға да қатты көмектесті дейсіз. Енді ол кісінің жасаған жақсылықтарын оны жоққа шығаруға болмайды. Ал енді кейінгі кездегі мынау Қазақстанда болған қиын жағдайлар, ол енді қаламызды қиын жағдайға
тап қылған жағдайларды мен оның бүге-шүгесін біле бермеймін. Өйткені мен саясаткер емеспін, ақынмын. Ал бірақ Назарбаев туралы жұрттың не айтып не қойып жатқандарында менің шаруам жоқ. Әркім әртүрлі айтып жатыр ғой. Ал менің айтатыным, Қазақстанның тарихы бар, өшпейтін. Мұны тарих екшейді. Тарихтың өзі айтады. Апа, сіз енді ақынсыз, журналистсіз, журналистикадан ақындыққа немесе ақындықтан журналистикаға ойысу қиын болмады ма? Өйткені өлең жазу бір бөлек, шығарма жазу бір бөлек, мақала жазу бір бөлек. Осы жайлы не айтасыз? Мен қазір енді бұрынғы Казгу сонда журфакты бітірдім. Бірақ ақындыққа журналистік ешқандай кедергі келтірмейді. Бізде қанша ақындарымыз бар. Әрі ақын, әрі журналист, әрі аудармашы. Мысалы, атақты ақындардан қазіргі көзге түсіп жүрген өте көрнекті әрі ақын, әрі журналист, әрі ғалым, әрі аудармашы. Мысалы, қазір қазақ әдебиетін басқарып отырған Бауыржан Жақып. Міне, оған оның журналистігі ақындығына бөлек кедергі келтіріп отырған жоқ. Қаншама өлең кітаптар жазды, керемет жырлар жазды. Маған арнаған өлеңінің өзі Аққу ақын деген кезінде кездесулерімде менің оқып жүрді. Керемет дүниелер. Сол сияқты енді мінекей Ұлықбек Есдәулетов айталық. Қазақтың үлкен ақыны. Ол енді әрі қоғам қайраткері болып кетті қазір. Біз кейде оқып жатқан шығармаларымыз, туындыларымыз, әндеріміз тыңдайтын белгілі бір жанға, яғни музаға арналғаны білеміз. Сол секілді Төлеген Айбергеновтың Марфуға деген шығармасы сізге арналған дейді. Сол рас па? Сұрақтарыңызда сіздің сұлулығыңызға ғашық болған дейді. Менің асқан сұлулығым жоқ. Мүмкін жан сұлулығым болған шығар. Өлең сұлулығым болған шығар. Өлеңдерім соған ғашық болған шығар. Мен тіршілігінде, тірі кезінде Төлеген екеуміз кездесе алмадық. Бір рет көрдік Төлегенді. Анадай жерден жазушылар одағында мен Москвадан оқу бітіріп келгенде сонда қазақтың айтулы бір топ ақындары менен жазушылары тұрды. Ғали Орманов ағамыз да, Сафуан Шаймерденов, Тайыр Жароков, Ғафу Қайырбеков, өте көп адам, Қабдыкәрім Ыдырысов, өте көп адамдар сол жерде тұрды. Сонда міне Ғали ағамызға мен жете алмай қалсам, сәлем айт деген сәлемін мен Ғалекеңе бірінші рет қаншама жылдар өткеннен кейін, қаншама орысша, қазақша қанша кітабым шығып, сол ел таныған ақын болғанда ғана сол Ғали ағамызға әкемнің мен жете алмай қалсам туған жерге менің сәлемімді айта бар. Қазақстанда көп атақты ақындар бар, соның біреуі Ғали Орманов деп еді. Дедім, ағамыз келіп, мен әкемді жақсы білемін ғой. Менің оқуға түсуіме көмектескен ол кісі деп
құшақтап менің маңдайымнан сүйді. Сөйтіп былай қарағанда анандай жерде жазушылар одағынан сол кірейін деп тұрғаныма, жоқ кетіп бара жатқаныма Төлеген Айбергенов маған қарап тұр екен. Сондай шашы толқынды бұйра өзі, сонда көзінде көзілдірігі бар, керемет бүйтіп қарап тұр екен. Мен де оған қарап қалдым. Сол кезде ол ары қарай жүріп кетті, ана кісілердің ыңғайсызданды ма, мен кездесе алмай қалдым. Өкіндім. Бірақ Төлеген туралы өлең жаздым. Ес қалғанда ақынның толқыр жаны, ешкім сенің орныңды толтырмады. Төлеген деп күрсініп, көкірегі көкке атылды Каспийдің толқындары. Жалындаған жігітең жаным сері, тегін емес тек тұру әлім тегі. Табиғатың талантқа тапшығылмай, көк аспанға көтерді бағың сені. Жазса біреу сен жаздың батыл өлең, өртендің де өртедің отыңменен. От қанатты жырларың жүрсе шалқып, өзім жайлы сыр шертіп жатыр белең. Жыр арнапсың Каспийдің жағасында, зулаған жылдарға мұң шағасың ба? Сырласуға өзіңмен барар едім, кездесер бір сәт туса тақ осында. Жастық күндер тез өтті, оралмайды, оны ойласам көкірекке толар қайғы. Қанша еліктеп өзіме жазғанымен Айбергенов ол анық бола алмайды. Төлеген Айбергеновтың ей сырлысаз, үлбіреген марфуға, сендей қызға өлең аз, өмір керек талқылға деп, сол жазып кеткен өлеңіне ән де жазылды. Мен тек қана ақын жазушылармен ғана емес, композитор ағаларымызбен де қарым-қатынасым болды. Менің бір топ өлеңдерім қазақ әдебиетіне шыққанда, сонда сол өлеңдерімді оқып отырып, қазақтың атақты композиторы Еркеғали Рахмадиев ағамыз ән жазыпты. Көкірегімде көміліп қалсын мөріндеген. Сосын сайрамнан көшкен сағымдар деген. Сайрам мен өзім жағасында көп жүріп, өзімнің сол жерде жағасына қазақи тігіп қойып, сол жайлауға көшкенде отыратын жеріміз ғой. Мен кішкентай күнімде өте нәзік болыппын. Мені аппақ киіндіріп, көлдің жағасына апарып ойнатады екен. Сонда сол сайрам көлдің жағасында аққулар қалқып жүрер екен. Сол аққулар ұшып кетпесе, мен үйге кірмейді екен. Тек сол аққуларға қарап, қызығып сол аққуларға су шашып ойнайды екен. Сонда ойлайды екен, бұл бала неге аққуларға сонша құмар, аққуларға су шашады, аққулармен ойнайды. Бұл қасиетті құс қой. Осы періште құстың бір қасиеті бойында бар шығар осы баланың деп ойлайды екен өздері. Ол осы міне өлең ғой. Мен жаңа ақындарымыздың ішінде Мариям Хакімжанова, тағдырлы ақын Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар апаменен көп сырлас болдым, көп әңгімелестік. Мариям Хакімжанова апамыз ақындығы өз алдында бізге әкем алдырып, Қазақстан әйелдері деген журналды алдырып, сонда сол Мариям Хакімжанова апамыздың өлеңдерін
көп оқитұғынмын. Өте қанық келгеннен кейін ол кісінің сондай ауыр тағдырын өз аузынан көп тыңдап, көп естіп, сондай біз өте жақын болып кеттік. Мариям апай деген өте бір өзі текті жерден шыққан екі апамыз да сондай көп білетін, көп айтатын, өзінің тағдыры туралы өте қасіретті, қайғылы өмірін маған ақтарылып айтқан адам. Мариям Хакімжанова апамыз туралы менің өте көп өлеңдерім бар, кітаптарыма шыққан бәрі де. Ал енді ол кісі сондай бір өте биязы, өте сыпайы, жұрттың бәріне сондай бір мейір төгіліп отыратын, сондай мейірімді адам еді. Мені де сұмдық жақсы көріп, өзінің туған, ішінен жүрегінен шыққан қызындай жақсы көріп кетті. Міне біз бұл адамнан мен көп тәлім алдым. Ал енді Гүлнар Міржақыпқызы апамыз ақынның қызы болғаннан кейін, ол кісі әкесінің қолтаңбаларын, қолжазбаларын көз көрмей қалып, лупаменен бүйтіп қарап оқып отыратын. Мен енді арабша жазылған әкесінің қолжазбалары. Сонда көз көрмей қалған, шығара алмаған жерлерін біз үйіміз қарама-қарсы болды. Ол кісі Төлебай көшесінде үйде тұратын 4-ші қабатта, мен Форман көшесінде 4-ші қабатта, терезелеріміз бір-бірімізге қарама-қарсы көрініп тұратын. Сонда маған телефон соғып, Марфуғаш, маған келіп кетші дейді. Мен жүгіріп бара қоям ол кісіге. Сонда әкесінің өлеңдерін оқып берем. Сонда Гүлнар апа өзінің күйеуі Әбен ағамызбен үйлеріне қонақтар шақыратын анда-санда. Ол қонақтар ақындар атақты ақындар мен жазушылар. Сонда Сырбай Мәуленов те, Мұхамеджан Қаратаев та, Абілда Тәжібаев та, көптеген керемет ақындар сол үйде отыратын. Сонда апамыздың соншалық білімді білгірлігі, соларды көзімен көрсін, сөздерін естісін, тыңдасын, олардың ауыр тағдырларын бәрін өз білсін, өз құлағымен естісін, осылардан өнеге алсын деп шақырады екен ғой. Мен сол отырып, сол апамыздың қасында отырып, өзінің Гүлнар апамыздың өзінің қасында отырам, ана кісілер бәрі төрде отырады. Менің мына жағымда өзінің ұлы Ерлан отырады. Ерланы Москвада оқуға кеткен деді. Сен бас көз болып қарайлап жүр, басқа ұлтқа үйленіп кетпесін деп. Өйткені оқуға барғандар, орысқа, басқаға үйленіп келіп жатқандар бар, жазушылардың балаларының ішінде. Ол текті жерден шыққан ғой, ешқандай үйленген жоқ, оқуын керемет аяқтап келіп, осында бір сол кино өнердің адамында үйленді ғой. Енді сонда маған кейде өзі келеді, есікті тықылдатып қағып тұрады. Бұл кім екен деп, ол кездегі ескі сырттағанын көріп тұратын, не жоқ, көре алмаймыз дейтін. Бұл құбыжық дейді. Есікті ашпағанда сол Гүлнар апамыз бір жақты қызы, менің кішкентай жан ботамды
мен оқуға кеткенде мен ол 12-ші мектептің тастап кеттім ғой. Сонда сол барып, халі біліп жағдайын сұрап сөйтіп тұрады екен мектепке. Мен оны мектеп-интернатқа, 2-ші мектеп-интернатқа қалдырып кеткем. Өйткені онда әке-шешелерім неде Талдықорған жақта. Сонда сол мектеп-интернатқа барып, Жанботам кішкентай, өте екі көз тостағандай қап-қара, сондай көзі мынау қап-қара смородина сияқты деп, сол жақсы көретін. Сонда барып, Жанышқамның халын сұрап, сол мұғалімдерінен интернаттағы бәрін біліп, маған телефон соғатын. Алаңдама, жағдайы жақсы, өте жақсы оқып жатыр кішкентай балапаным деп. Кейін Жанботам Ешеріп университет 12-ші қазақ мектебін алтын орденмен бітірді. Мектептің барлық жұмыстарын бәрін, соның спортын несін өзі басқарып, сондай керемет болды бұл бала. Сөйтіп оны мектеп өздері шетелге де жіберіп алды. Сөйтіп сол енді амал қанша, айтпасқа шарам жоқ, бүкіл ел біледі. Ол баланы білетін шетелден көп адамдар сол телеграмма жіберіп несін сол көңіл айтып жатты. Сонан кейін мен осылай шығып қалдым ғой. Менің онымен көзімнің нұры, жүрегімнің жыры болатын, өте ақылды, аяулы, адамдарға көп қамқорлық жасап, көп көмектескен, сондай қайрым деді ғой. Ол енді ана Түктібай бақсының, қомысшының басына барып жүріп, адамдарда барып жүріп, сол өзі қобыз ойнап кетті ғой бұл бала. Пианинода, былай да пианинода бәрі ойнайтын, біздің балалардың бәрі өнерге жақын, бәрі шетінен домбыра шертіп, ән айтып, күй сандығында ойнайды. Ал Жанышқа қобыз ойнап кетті. Осында бірнеше қобыздары тұр. Ана жауып қойған. Сол қобызменен шетелге де барып қайтты. Енді өмір деген сол үй өртенгенде өздерің көріп отырсыңдар. Міне сол менің немерелерімнің жалғыз ұлым бар, жалғыз ұл немерем бар, ол Ермұрат фильм түсіреді. Өздерің көріп отырсыңдар. Ол орысша, қазақша да, арабша да, ағылшын тіліне солай, тағы басқа тілді тағы да үйреніп жатыр қазір. Қытай тілін, жапон тілін үйреніп жатыр. Қазақ тілін де жақсы біледі, Құдайға шүкір. Оның ең ана кішкентай екі ұлы бар. Біреуі ол үлкені, біреуі қыз бала. Абдул-Жаппар деген. Міне оның да тілі қазақша шығады. Өйткені мен тіре отырғанда үйде солардың қасында менен үйренеді ғой. Келіншегі де қазақша жақсы сөйлейді. Ал енді басқа ақын жазушылардың балаларының өздері қазақша ағып тұрғаннан неге олардың балалары орыс тілінде сөйлейді, басқа тілде сөйлейді? Мен түсінбеймін. Олар көп адамдар балаларын шетелге оқуға жібереді. Сол жақта қалып қояды, шетел тілінде сөйлейді. Енді олар кімге үйленіп жүргенін мен білмеймін. Ал енді менің өзімнің отбасым, бұлар
менен үйренді. Өздерінің аналары Жанбота бұларды керемет тәрбиеледі. Иә, қазақша. Сондықтан енді мен ол балалары басқа тілде сөйлеп кеткен адамдарға мен не айтам? Олар өте ересек, білімді адамдар. Ал кейінгі ұрпақтарға, кейінгі мына қыз келіншектерге менің айтатыным өзі жүрегін жарып, тоғыздай көтеріп, толғатып тапқан балаларына егер өздері білсе қазақ тілін, сол өзіміздің ана тілімізді, қазақ ұлты деген керемет ұлт. Бұл қазақ туралы қазір бүкіл әлем біліп жатыр. Олар мен қазақпын деу үшін қазақша сөйлеу керек қой. Балалардың қазақша үйретсін. Ал енді өздері қазақ тілін білмесе, оларға амал жоқ. Сіз ақындар жайлы талай жыр жаздыңыз. Соның біреуін бізге дәл қазір оқып бере аласыз ба? Кезінде бізді ақын жазушыларды Қазақстанның облыстарына жіберіп, халықпен кездесу өткізіп тұратұғымыз. Қай жерде реті келсе, сол жерде өткізетұғымыз жиналыс, жиында. Сонда бірде біз Райымбек ауданына бардық. Марқұм ғалым ағамыз Рахманқұл Бердібаев бастаған үлкен кісі ортамызда жүреді. Сол ақындар бардық. Сонда біз далада демалыңыздар, енді сіздер кездесу өткізіп шаршадыңыздар ғой деп бізде қалың керемет самсап тұрған қалың қарағайлардың арасына алып барып сол жерге бізді демалдырды. Бұлай қарап отырғанда ана кісілер енді сол ас су ішіп, қымыздарын ішіп, домбыраларын шертіп, сөйтіп өздері демалып отырды. Мен сол ана қарағайлардың ішінен бір сұлап жатқан қарағайды көрдім. Бұл анау биік, керемет, аспан тіреп тұрған қарағайлардың ішінде мынау жалғыз қарағай неге сұлап жатыр деп, өзім жүріп барып сол қарағайдың бұтағына барып қарасам, қарағайдың жерде жатқан бұтақтарын қынап ашып кетіпті. Сонда маған алдында айтқан бір біздің Ильяс Жансүгіров Төкбақын ағамыз өзінің құлагер поэмасын жазатын кезде сол жерге барып жазған деп естігем. Сонда әлгі қына басқан қарағайдың бұтағына отырып мен мынадай өлең жаздым. Бұл Ильяс ағамызға арналған қына басқан қарағай, салмағын салса доған мынау аспан, күлместен, күңіренбестен, жыламастан, беткейде жатыр шұбап бір қарағай, өн бойын жасыл түкті қына басқан. Қарашы, жатыр тұтас бөлінбестен, қарамай тағдырына өлім кешкен.
қадалған жерде оның бұтағынан көрдің бе өркендерін өрімдешкен. Жердегі бұтақтарына қарағайда өсіп жатыр. Қашаннан жатыр ол солай қыбыр етпей, қиылып қашаннан жатыр ол солай қыбыр етпей, қиылып қыршынынан күні жетпей, қалды екен қандай дауыл. Кешіріңдер, мына кішкене толқып отырмын ғой. Қашаннан жатыр солай қыбыр етпей, қиылып қыршынынан күні жетпей, қиды екен қандай дауыл. Құлатуға осынау мықтылықты құдіреттей, тағдырда қайтара алмас бетін өктем, беу ғажап қарағайлар жетіп өскен, бәрінің ортасында бұл алыпты қалайша шіркін өмір жетіп еткен. Соңынан қаулаған соң тіле көріп, кетпекті қарағайдың жүрек өліп, таянған бұтақтарын сол қарағай келе жатқан сияқты түрегеліп дейді. Мен көзіме сонда Ілияс ақын түрегеліп құлагер поэмасын жазып түрегеліп келе жатқан сияқты болды. Маған бір кітабыма редактор болған Сағи Жиенбаев ақын маған айтты: Марфуғаш, сен өлеңді жазғанда ағылып төгіліп жазасың. Кейінгі жазатын өлеңдеріме ойым қалмайды деп ойламайсың ба деп. Мен айтқан шынайы ақын одан үдетіп жазбаса таусылмайды. Мен Ілияс ағамның қасиеті жұққан ғой маған. Соғысының өлеңдерін көп оқып едім. Жақсылық адамға ырыс-шығыс ауыс-кеш болады дейді ғой. Мен ақындардың ортасында, ақындардың ауылында дүниеге келген адаммын. Солардың Ғали Орманов ағамыз, Ілияс Жансүгіров, тағы басқа да көптеген ақындар бар. Онан қала берді. Мысалы, суырып салма ақындығы да бар. Керемет композитор, әншілігі де бар. Ақын сарының сіңлісімін. Сондықтан солардың барлығының мен сол Абай колхозында бірінші рет сол колхоздың бастығы ағамызға айтып отырып, ақын сараның ескерткішін тұрғыздырттым. Өзім өлең ауылға келіп кездесу өткізіп өлең оқығанда да ақын сараның ескерткішіне арқамды сүйеп тұрып өлең оқитұғымын. Мүмкін менің әншілігім сол кісіге тартқан шығар, кім біледі. Марфуға әже, осымен сұхбатымызда тәмамдалып келе жатыр. Сізге соңғы сұрағымды қойсам, қазір білесіз, шетелде қалып қойған қандастарымыз, қазақ бауырларымыз әлі де бар. Мәселен, Қытайда қазір қытайландыру саясаты жүріп жатыр. Мүлдем қазақ тіліндегі мектептер жоқ. Осы бауырларымыз жайлы, қандастарымыз жайлы айта кетсеңіз, шеттегі қазақтар жайлы ойыңыз қандай? Бұл өте қиын сұрақ. Оған жауап беру де жеңіл емес. Бұрын таза қаймағы бұзылмаған қазақтың ана тілін білетін қазақтар со жақтағы. Қазіргі олардың дүниеге келіп өсіп жатқан өрен өркендері өз тілінде сөйлей алмайды, өз тілінде оқи алмайды.
қазақ мектебі жоқ қой. Бұрын болған. Қазір қазақ мектебі жоқ онда. Бәрі сол қытайша болып кетті ғой. Бұл өлкеніміз ерекше керемет. Ерен қабырға, оның қазақша аты Ерен қабырға ғой мына. Іле ауданы болсын, Тарбағатай болсын, Алтай болсын. Қайсы қазақтың керемет тұрған жерлері ғой. Батырлар да, хандар да, ақындар да бәрі сол жақтан шыққан. Мысалы, Қытайдың ханды түрмесінің тарихын жазған Таңжарық ақында. Мысалы, сол енді осы қаймағы бұзылмаған қайран қазағым, мен де сол қазақ тілінде сол ортада өстім ғой. Мен туған жерімді, елімді, қазағымды мен неге жасырам? Өз жерінен қырып, жойып, өлтіріп, сөйтіп жатқанда, мысалы менің Айтқожа, атам, әкемнің әкісі, Айтқожа, 13 жасынан өзінің керемет білімді, білгірлігі, көріпкелдігі менен о кісі сол би болған. Сонда әлгі мәселелерін шеше алмаған болыстар, үлкен бастықтар 13 жастағы Айтқожаның алдына келеді екен. Сонда Айтқожа атам бойы биік, көзі сәл, қап-қара емес, қоңырқай, мынау Ермұрат немерем, сол менің Айтқожа атама түрі қатты келеді екен. Сол бойшаң, әппақ кісі болған, ашаң, бойы биік. Сонда қасиетті шөп қой, бір топ жусанды өзімен алып жүреді екен. Жүресінен тізерлеп отырып, жусанды тізесінің астына қойып, сол билік айтады екен. Сонда айтқанда айтады ғой, жар басына үй тікпе, жар құласа үй кетер, ала болса ағайын, ұры елден күй кетер, бірікпесе ұры ел, ауыздағы ас кетер, қанжыға да бас кетер деп. Оғысының көп сондай нелердің бар, оқулықта бар, бәрі бар. Ол туралы айтып жүрген кісілер де бар қазір. Бірақ мен сол естелігімді соғысының несін көп, Нәжік деген немерем маған 4-ші сыныпта оқып жүргенде оқулықта сол Айтқожа атамның сол өзінің несін өлеңдерін әкеп берген. Өртеніп кетті ғой бәрі. Ал енді сол мен айтайын, о жақтағы қайран қазақтарым ішінен тынат, сыртына айтуға басы кетеді, оны жасыратын жоқ. Енді ол үшін мені енді басымды алып таса, көрінбей келіп басымды алып өтіріп кетсе, мен өкінбеймін. Егер мен өз ажалымнан өлмей, сондай бір кездейсоқ ажалмен өліп жатсам, оны өзі бір Алла біледі. Ал енді сол қазақтар қазір міне соры сорпадай қайнап, не келе алмайды, не ешкімді апара алмайды. Біреуінің баласы, біреуінің анасы, біреуінің атасы екі жақта бөлініп жарылып жатқан. Бұл жақтағылардың да жүрегі бүтін емес, ол жақтағылардың жүрегі түтін. Мен қанша адамдарды білем. Оның ішінде ақын да бар, жазушы да бар, бәрі бар. Қарапайым еңбек адамдары да бар. Енді осындай жағдай ғой олардың. Енді
Бұл енді мен бұл үлкен саясат. Қазір сол елмен керемет доспыз. Іргемізде отыр, ішімізде отыр. Менің үйімнің жоғары жағында тауда үйлері. Солардың адамдары отыр. Енді не айтамын? Мен өзім көзім көрген адамдардан ешқайсысы жоқ. Атақты Күлман деген әншісі қазір осында ма, со жақта ма, өткенде осы жерде өзінің юбилейін ән кешін өткізіп кетті. Мені шақырды, мен бара алмадым. Жағдайым келмеді. Ал енді сонымен со жақта мен барған кезде сұмдық кешім өтті. Мен әншілерді алып бардым. Қанша біздің атақты әншілеріміз барды со жақта. Ол жақтың өздерінің керемет әншілері, жігіттер бар, қыздар бар. Тоқан деген сол енді халық артисі, әнші, керемет, осы жақтан оқып кеткен. Ол бұрын Пекінде тұратын Құлжаға келіп, менің әнімді айтып кетті ғой. Оның білмеймін, олардың жағдайынан хабарым жоқ. Мен оларды ойлаймын. Ол жас жігіт қой. Ойлаймын. Ал көп композиторлар со жақта. Сондағы композиторлар одағының бастығы композитор жігіт. Оның да маған жазған әні бар. Ал сондағы Тоқтахмет деген композитор менің сөздеріме 20 шақты ән жазылды. Осында міне ноталары да бар, кейбір әндерінің. Көп әндері жоқ, ноталары бар. Өзі керек болса бізді шақырыңызшы, біз сол елге барып қайтайықшы. Бұл Қазақстан деген керемет ел ғой. Қандай дамып жатыр, қандай сізді мінекей аруағыңызды аспанға көтеріп жатыр деп. Міне басқа барғанды Қабдеш Жұмаділов сияқты ақындарымызды қалай дәріптеді, басқалар да бар деп. Енді хабарсызбын ешқайсынан жас тұлғаларымыз. Енді ол шетелде жүрген жастар есімес, бірақ осындағы жастарымыз, қазақтың жастары, елім жерім деген Қазақстан өзімнің туған отаным, осы үшін өмір сүрем, осы үшін жұмыс істеймін, осы елім үшін өмір сүремін, осы елім үшін құрбан болам деген сондай ниетпен өссе екен деп тілеймін мен. Олар елін сүйсін, жерін сүйсін, осы елді ел етіп отырған адамдардың жақсы жақтарының бәріне үйренсін. Батылдықты, батырлықты, өзінің ана тілін, ең бастысы қазақ елі жер бетінде қазақ елі бар болсын деп тілеген ұрпақ болса, өзінің ана тілін білсін. Ешкімді жамандамасын, жаттамасын, біріне бірі қастандық жасамасын. Ешқандай адам баласында қастандық, жамандық ойламасын. Тек жақсылық ойласын, жақсы тілек болсын, сүйіспеншілік болсын. Мен жастарға осы тілекті айтам. Мен рахмет әже, бүгінгі сырлы сұхбатыңыз үшін, әуезді әңгімеңіз үшін көп рахмет. Осындай бір құнды естелік жазып алғанымыз үшін қуаныштымыз. Қазақ үшін жасай беріңіз, қазақтың қуанышын әлі де көре беріңіз. Мен осы жастарымыздың тағдыры туралы
іштей бұрынғы жағдайым болса, өңкей жастарымызды жинап алып, үлкені бар, кішісі бар. Мен солардың алдында еліміз, жеріміз туралы, тәуелсіздігіміз туралы керемет өлеңдер оқып берер едім. Оған менің жағдайым жоқ, бірақ соларды мен іштей қатты ойлап отырам. Рахмет әже, бүгінгі сұхбат өте біз үшін құнды болды, ақпаратқа толы болды. Осындай әңгімеңізбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Еліміз аман болсын, тыныш тату заман болсын. Осы бізбен іргелес көршілер еліміз ала көзімен емес, оң көзімен қарасын. Біздің еліміз барлық елдерменен қазір құшақ қауыстырып, бүкіл әлем жұртшылығының бәріменен тілектес, жүректес болып, өздері барып, өздерін шақырып отыр. Осы достығымыздың шырқы бұзылмасын ешқашан.